Қаратал шағын ауданында да осындай жағдай болып отыр ғой. Бұл жерде 770 миллион теңгеге шағым құрағаны айтылған. Және ол уақытта Талдықорған қаласының әкімі, қазіргі Қарағанды облысының әкімі орынбасары Алпысов Ермек болған туралы сіз білесіз, иә? Не үйдедіңіз Қаратал шағын ауданындағы? Ол ауданда да сондай жағдай болып отыр ғой. Ол пәтерлерде жаңа мен айтқан 200-ге жуық үй қала бойынша ғой. Бәрі қала бойынша. Бәрі қала бойынша алған фактілер. Бұл уақытта жаңа қазіргі Қарағанды облысының әкімінің орынбасары Алпысов Ермек болды ма? Жұмыс істеген кезі ме? Иә, әкім Талдықорған. Бірақ енді үйдің бәрі сол кісінің кезінде берді ма, оған дейін берілді ма? Оны мен қағазға қарап көріп айтуым керек. Ғайбат сөз айтуға құқым жоқ. Бұл енді нақты сол жерге жазылған хатта көрсетіліп отыр ғой. Енді бұл хат біздің қолымызда бар әрине. Қаншалықты осындай заң бұзушылыққа барған сол уақытта ол кісінің қол астында осындай заң бұзушылықтар анықталған уақытта әкім енді бір облыстың орынбасары болып кеткені қаншалықты дұрыс? Оған мен комментарий бере алмаймын. Өйткені қалай мен осының барлығына қаланың әкімі кінәлі болды, сол кісінің кінәсінен болды деп дәлелім болмағандықтан мен айтуға. Егер де сіздің осындай жағдайда соңғы нақтылай салайын, сіз енді облыс әкімі болып отырсыз ғой. Сіздің астыңызда, бір қарамағыңызда бір қызметкер осындай бір үлкен заң бұзушылықтар жасап, сол анықталып жатса, сіз тағы да жоғарылайтын ба едіңіз? Қызық сұрақ екен. Оны мен жоғарыламай қояйын, бірақ жаңағы заңды бұзған адамға біз заң шеңберінде шара қолдануға тиіспіз уақытында.